Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге әлемдегі ең керемет, ең дәмді тәтті бөлкелер синнабонның рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын жасаймыз. Жылы үстімізге бір ас қасық қантымызды, құрғақ дрожжды салып, жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Осындай апарамыз күшті болып көтеріледі. Енді бөлек ыдысымызға ұнның жартысын саламыз. Оған қантымызды, бір ас қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осыны апарамызға саламыз. Оған жұмыртқамызды, бөлме температурасында сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнның қалғанын салып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырды 1,5-2 сағатқа қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге қоюымыз қажет. Қамыр осылай көтерілгені жақсы. Міне видеодағыдай керемет болып көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, қолымызбен кішкене ғана басамызда квадрат формасын береміз. Одан соң оқтауымызбен жақсылап жаятын боламыз. Шамамен қалыңдығы 1 сантиметр болатындай қылып жаямыз. Енді осы жайылған қамырдың үстін сары маймен жағамыз. Мен сары майды ертіп жақтым. Содан соң қантымызбен корицаны жақсылап араластырдым. Енді осы сары майды жаққан қамырдың үстіне біздің корицаларымыздың барлық жері жететіндей қылып, жақсылап сеуіп шығамыз. Енді осыны рулетке ораймыз. Міндетті түрде бөлкелерді қызып тұрған пешке салуларыңыз керек. Сол кезде бөлкелер тез пісіп, жақсы көтерілетін болады. Мен осы жаңағы рулетке орап жатқан кезде пешімді 180 градусқа қойып қойдым. Жақсылап орадым. Енді оны кесуіміз керек. Мен барлығын өлшеп кестім. 3 сантиметр болатындай. Енді оны пергамент қағаздың үстіне қоямыз. Араларын қатты алшақта қылмай қойыңыздар. Қатты жақында қылмай қойыңыздар. Шамамен 1 сантиметр болса жеткілікті. Енді бөлкелерді 20 минутқа бетін жауып көтерілгенін күтеміз. 20 минуттан соң қызып тұрған пешке 25 минутқа жібереміз. Енді кремін жасаймыз. Қант ұнтағын електен өткізіп, оған сары майды араластырамыз. Осының үстіне творожный сырды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Бізде осындай крем шығады. Енді осы кремді ыстық бөлкелердің үстіне жағуымыз керек. Ол еріп, бөлкелердің дәмі сіңіп, өте керемет болады. Біздің бөлкелеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліңіздер.